Қазақстаннан 100 киіз үй. Армысыздар, құрметті көрермендер. Видеороликті толығымен көру үшін арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Қоғам белсендісі Арман Шораев, журналист Нұрбек Бекбау сынды азаматтар бастамашы болып, қазақ халқы жылу жиналды. Қаржыға үйшілерден киіз үй алынып, алыстағы ағайынға жөнелтілді. Бағаналы боз үйіміз кеше Түркия топырағына жеткізіліп, Алаш азаматтары шаңырағын көтерді. Ал құрметті бауырларым, аға әпкелерім, сіздердің қаражатпен жиналған киіз үйлерді Түркияға апару, құрастыру үшін арнайы тобым ұшаққа отырды. Кіл сайдың тасындай іріктелген. Мен кеше келіп алдым. Бүгін қарсы алып, осы топпен зілзаладан қираған қалалар жанына боз үйлерді тігеміз. Ошақ орнатып, қазанда ас қайнатып, бір туғандарға болысамыз, деп жазды Нұрбек Бекбау. Сонымен қатар автор арнайы видео бөлісті. Видеода түріктердің қазақ сөзін қаз қалпынша ұғып тұрғаны байқалады. Артығымен айту, күллі түрік текті жұртқа тән екен ғой. 30 киіз үйді 300 келді дейді. Бұл қарағандылық ағайынның боз үйлері. Ертең 84 киіз үй келуі керек, деді журналист.